Айта кетейік, мемлекет басшысының тікелей қолдауымен Қызылорда қаласында Акса Энерджи компаниясымен бірлескен қуаты 240 мегаватт болатын жаңа жылу электр орталығының құрылысы жүргізілуде. Бұл жоба электр энергиясының жүктемесін тұрақтандыруға әрі энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға елеулі үлес қосуда. Қорқыт атында Қызылорда университеті жаңа оқу жылын жағымды жаңалықпен бастады. Биыл білім ордасында студенттердің рекордтық саны тіркелген. Бұл оқу ошағының халықаралық рейтингте өсуіне және өз позициясын сенімді түрде нығайтуға мүмкіндік береді. Қорқыт атында Қызылорда университеті 89-шы оқу маусымын рекордтық көрсеткішпен бастады. Биыл 4252 студент бірінші курсқа қабылданса, олардың 3/1 мемлекеттік грант иегерлері. Қандай мемлекет болмасын, оның болашағы жастар тағдырымен байланысты. Сондықтан білімі мен парасаты терең, бойында отансүйгіштік, ұлтжандылық сезімі басым, салауатты жастар қоғамымыздың негізі, мемлекетіміздің болашағы. Конституция күні мен білім күнінің бірге мерекеленуі жастарға біліммен қатар елжандылық пен құқықтық сана сезімнің қатар берілуінің нақты белгісі деп білеміз. Қадірлі бірінші курс студенттері, сіздерді бүгінгі маңызды мерекелеріңізбен тағы да құттықтаймын. Салтанатты іс-шарада университеттің дамуына сүбелі үлес қосқан ұстаздарға құрмет көрсетілді. Марапатталғандар қатарында жарты ғасырға жуық еңбек еткен Темірболат Кеншімбай да бар. Ардагерге Ахмет Байтұрсынұлы атындағы төсбелгі табысталды. Я работаю в отделе международных связей. Мен халықаралық қатынастар бөлімінде жұмыс істеймін. Жыл өткен сайын университеттің ынтымақтастық географиясы кеңейіп келеді деп айта аламын. Біз 180-нен астам жоғары оқу орындарымен, ғылыми және қоғамдық орталықтармен келісім шарт пен меморандум жасадық. Олармен академиялық ұтқырлықты студент алмасуды жүргіземіз. Оқытушыларымызды дәріс оқуға жібереміз және шетелдіктерді шақырамыз. Биыл Түркия, Өзбекстан, Моңғолия, Қытай, Тәжікстан, Қырғызстаннан келген шетелдік студенттер көп. Осы жылы Түркменстаннан 400-ге жуық студент қосылды. Жергілікті түлектер арасында да университеттің танымалдылығы артып келеді. Мәселен, Мөлдір Жалғас дәл осы білім ошағында оқуды мақсат еткен. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 135 балл жинаған бойжеткен отбасылық дәстүрді жалғастырып, мұғалім болуды жоспарлап отыр. 2 жыл бойы 10 сынып пен 11 сыныпта оқуға дайындалып, 135 балл алып, Қорқыт ата университетіне шет тіл мұғалімдерін даярлау бағытына грантқа оқуға түстім. Мен Қорқыт ата университетіне менеджмент және басқару факультетінде оқимын. Ата-анаммен ақылдасу арқылы таңдадым. Және де бұл мамандықпен мен өз болашағымды елестете аламын. Мерекелік шарада ардагер ұстаздар жаңа оқу жылымен құттықтап, студенттерге сәттілік тіледі. Мұнан соң студенттер мерекелік бағдарламасын ұсынды. Асқар Тәжиев, Мария Умарова, Талғат Әлмен, Беркеулан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.